لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Biz tajvidді Құр'ан сабағын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін Ясин сүресінің 65-ші аятынан бастап 70-ші аятына дейін оқитын боламыз иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين Sadaqallahul azim. Bismillah. Endi tajvid bo'yicha talqlayıq. Birinchi oyat, ya'ni 65-chi oyatni qarayıq. Al-yawma al. Bu yerda hamza vasldan so'z boshlab turgandan bu yerga biz hamza vaslning üstüne fatha qo'yamiz. Nega? Qarasangizlar, hamza vasldan keyin lam harfi kelib tur. Егерде хамза васылдан лам әріп келетін болса, онда және де хамза васыл сөздің басында, яғни аяттың басында келетін болса, онда хамза васылға міндетті түрде алиф қояды екен, яғни фатха қояды екенбіз. Біз оны хамза түрлерінен өткенбіз, иә. Қараңыздар, енді әл бұл жерде оқылады, өйткені сукун тұр үстінде, ләмнің үстінде. Ләмнің үстінде сукун тұрса, онда ләм қамария әріпі болып оқылатын болады. Ал егерде ләм оқылмай, шадда келу мүмкін келесі сөзде. Онда ләм оқылмай, бірден мысалы әттәбәу деген сияқты сөздермен оқып келеді. Жақсы, әл-яума. Яу, бұл жерде вау, сукунды алды фатхалы болғандықтан вау лин әрпіне жатады. Жіңішке жұмсақ оқимыз. Әл-яума. Вау, сонымен қатар сукунды болған кезде бойында рахауа сипаты бар. Ұзағырақ ұстаймыз, ұзақ қылып ұстаймыз. Ал ләм, ол бәйния сипат бар бойында, дыбысын, әріптің дыбысын орташа деңгейде созамыз. Нәхтему. Қараңыз, нәхтему деген кезде хоны біз ұзақ қылып дыбыстаймыз, өйткені рахауа сипатына жатады. Рахауа. Нәхтему емес, нәхтему. Ары қарай кішкене тереңірек дыбыстаймыз. Нахтему аля деген кезде бұл жерде кейбір бауырларымыз аля деп оқиды екен. Үстіндегі еректі жеке өзін дыбыстамаймыз. Бұлай оқиды. Аля деп оқиды. Ол қате. Аля болады. Болды. Ерек сызық не үшін келеді дедік, біз алдында айтқанбыз. Екіден көп мәд екі харакаттан артық созылған кезде осы ерек қолданылады.
Ал мынандай ерек мынандай таяқша тігінен тұрған. Ол мына я әріпі алиф болып оқылатындығын білдіреді. Я әріп болып жазылғанмен де, бірақ бұл жерде алиф болып оқылады. Міне болды. Сондықтан да алиф бұл жерде алдындағы әріптің харакатын екі харакаттан артық созатын болғандықтан үстіне ерек сызық қойған. Жақсы. Аля афвахихим хамза келіп тұр келесі сөзде. Екеуі екі бөлек сөзде. Демек мәт мунфасил болады. 2, 4, 6 харакат мөлшерде созу оқуға болады. Афвахихим аф деген кезде фа әріпі хәмз сипат бар бойында. Дыбыстаған кезде дыбыс дем шығады. Дем. Ауа шығады. Афвахихим. Сонымен қатар аф деген аф ол неге жатады? Рахауа сипатына жатады. Дыбысын да ұзағырақ ұстаймыз. Дыбысы да шығады, демі де шығады. Сонда рахауа бір жағынан хәмз. Сондықтан афвахихим уа деген мәт табиғи екі харакат мөлшерде созылады. Хихим мим сукунды болған кезде рахауа сипат бар бойында, бәйния сипат бар, орташа деңгейде дыбысын созамыз. Сонымен қатар изхар болып ашық анық оқылады. Және де бойында ғунна бар, бірақ өте нақис деңгейінде, яғни қысқа деңгейде ғуннасы болады. Біз ойлаймыз ғой, сукунды мим, сукунды нун тек қана идғом жасалған кезде ғана басқа бір әріпке кіріп, немесе шәдделенген кезде ғана идғом ғуннасы болады деп. Жоқ. Сукунды мим, сукунды нунның әрқашанда бойында ғунна бар. Тек деңгейлері әртүрлі болады. Ватукаллимуна бұл жерде нә мәд әрпі мәд мунфасил бұл жердегі сияқты. Яғни өзінен кейін келесі сөзде хамза келіп тұр. Мәд мунфасил 2, 4, 6 харакат мөлшерде созамыз. Айдихим яғни ұстаймыз. Рахауа сипаты дыбысын ұзақ ұстаймыз. Сосын бұл я лин әрпі болып тұр бұл жерде. Дихим дегенде я мәд әрпі мәд табиғи болады. Дихим мим бәйния және сипат бар бойында, сосын исхар ережесіне жатады. Ваташхаду шинді ұстаймыз, ұзақ ұстаймыз. Өйткені бұл шин рахауа сипат бар бойында. Арджулухум көрпістер жасылмен белгіленіп тұр, көкпен белгіленіп тұр. Бұл деген жуан оқылады деген сөз. Өз сукунды болып алды фатхалы болатын болса, жуан оқылады. Арджулухум мим бұл жерде сукунды негізі. Қараңыз. Одан кейін бә әрпі келіп тұр. Мимнен кейін бә әрпі келетін болса, онда сукунды мим бәнің ішіне кіргізіліп, жаңағы соның махражына жасырылып оқылады. Яғни ихфа қылынады бұл жерде. Арджулухум бима кану. Бірақ бұл жерде ихфа былай болады екен. Біз ойлаймыз, кейбір кісілер былай түсіндіретінде арджулухум бима, арасына, екі ердің арасында бір парақ сияқылды орын қалдырып ұстау керек дейді. Жоқ, олай емес. Айман Суайдушти ұстаз айтады, бір-біріне ерін тиет дейді, бірақ вәлә муджафатин вәлә кәззин деп келеді. Яғни, бірақ екі ерін бір-бірін қатты қыспай, қысыммен де болмайды. Сонымен қатар арасы ашық болып та тұрмайды, жаңа айтқанымдай. Сондықтан жай ғана бір-біріне тиет болды. Арджулухум бима кану деп айтқанымыз дұрыс. Ғунна жалғасады әрине. Бима бұл жерде мәд табиғи, кану мәд табиғи, ну мәд табиғи. Мына алиф не десеңіз, ол алиф тәжвид ережесіне мүлдем қатысы жоқ. Домалақ сукун сияқылды домалақ белгі тұрады. Бұл алифін фариқа дейтін, алифін фасила, яғни екі сөздің ортасында тұрады, яғни бөліп. Кәну деген бір сөз, яксибун деген бір сөз екенін білдіру үшін. Ол көбінесе әрқашанда мәд мады бар ғой, мады. Өткен шақ етістігінің көпше түрінде
қолданылады. Соңғы жағында осылай алиф келеді. Яксибун, як кәф сукунды болған кезде жалпы бойында негізі һәм сипат бар, яғни дем шығады. Як, як дем шығады. Бірақ бірақ шидда. Әк, к. Бұл шидда, яғни не жалғаспайды, дыбыс жалғаспайды. Яксибун шиддаға жатады екен, шадид әрпіне, шадид сипатына. Сондықтан осы нәрсені ажырата білу керек. Яксибун дем жалғасады, бірақ дыбыс жалғаспайды. Сибун вау, бұл жерде мәт қандай? Тоқтасақ мәт арид болады, тоқтамасақ мәт табиғи. Вәләу нәшәу ләмәсәқ вәләу нәшәу ләтамәснә. Қараңыз, вәләу вау, бұл жерде жаңа айтқанымыздай, мына жердегі вау сияқылды. Біз қайда айтып өттік? Афуа жоқ. Әл-яума деген жердегі вау сияқылды. Не болады? Вау бәйния, сонымен қатар лин сипаты бар. Нәшәу. Нәшәу деген бұл бір сөз, сондықтан мәт мұттасил болады. Бұл жердегі мәт мұттасил. 4-5 харакат мөлшерде созу вәжіп болады. Одан кем созу болмайды. Ләтамәсне, та жуан әріп, итбақ сифаты бар. Жуан әріптердің ішіндегі ең жуан әріптерін қатарына жатады. Тамәсне син рахауа сипат бар бойында. Сонымен қатар хәміз сифат бар. Сондықтан ұзақ ұстаймыз және де дем шығарамыз. Лә тамәсне нә деген кезде мәт табиғи. Әлә бұл жерде лә деген кезде қараңыз. Мәт бар, мәт әріп. Бұл жерде әләйя деп оқымайды, яй оқымайды, алиф оқылады. Және де келесі сөзде хамза келіп тұрғандықтан бұл мәт мұнфасилға жатады. 2, 4, 6 харакат мөлшерде созып оқи аламыз. А'юнихим айн бәйния сипат бар бойында. А'юнихим сәл орташа деңгейде ұстаймыз дыбысын. А'юнихим фәстәбәқу сирата. Фәстәбәқу син рахауа сипаты бар бойында. Фәстәбәқу мәт табиғи негізі нәжетті. Бірақ мәд әріпі сукунды ғой әрқашанда. Және де келесі әріпте неден басталып тұр? Сукуннан басталып тұр. Қараңыз, син, сот бар ғой, шәддәл сот ашып қарайтын болсақ, біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болып тұр. Яғни екіншісі харакатты болып тұр. Фатха емес, касыр болып тұр. Бірінші сукунды, екінші харакатты сот мына жерде. Сондықтан, мына жерде сотта сукунды, мына жерде вауда сукунды. Екі сукун бірімен жолықпайды ешқандай араб тілінде. Сондықтан мәд әріпін түсіріп тастаймыз дыбыстаған кезде. Фәстәбәқу сирата. Созмай оқылады. Сира деген кезде мәд табиғи, екі харакатпен жүріп созамыз. Сирата. Жуан. Сот да жуан, ро да жуан, то да жуан. Фәәннә. Ән деген кезде нун шәддәл болып тұр. Яғни ең күшті ғонна ғой. Ғоннаның ең кемел түрі болып есептеледі. Фәәннә. Екі харакат мөлшерде созамыз. Мәт табиғи. Юбсирун. Юб. Бә сукунды болған кезде қалқала болады. Юб. Қалқала тербетіп ұстаймыз. Юбсирун. Сот жуан, ро да жуан. Сирун. Сондықтан ро жуан болғандықтан оның вау мәд әрпінде жуан болады. Жуан болып жалғасады. Юбсирун. Тоқтасақ мәт арид болады, тоқтамасақ мәт табиғи. Ары қарай. Вәләу нәшәу ләмәсәхнәхум. Вәләу вау бәйния сипат бар, лин сипат бар бойында. Нәшәу. Бұл жердегі нәшәу сияқты мәт мұттасил болады. 4-5 харакат мөлшерде созамыз. Ләмәсәхнәхум. Ләмәсәх. Рахауа сипат бар бойында. Сондықтан
дыбысын ұзақ ұстаймыз. Ләмәсәхнәхум. Түсінікті? Нә деген кезде мәт табиғи, екі харакат мөлшерде созамыз. Ләмәсәхнәхум. Бәйния сипат бар бойында, изхар сипат ережесі бар. Аля деген алая емес, кейбіреулер алая деп атады, жоқ. Аля бұл жерде алиф болып оқылады. Сонда мәт табиғи бар. Аля екі харакат мөлшерде созамыз. Мәкәнәтихим. Мәкә мәт табиғи. Мәкәнәтихим. Фәмәстәтау. Фәмә бұл жерде мәт әріп сукунды, мына жерде син әрпі де сукунды болып тұр. Екі сукун жоқ қап тұр, екі өдік сөзде. Сондықтан мәт алиф оқылмай қалады. Фәмәстәтау кіріп кетеді бірден. Фәмәстәт син бұл жерде рахава сипаты бар. Ұзағырақ ұстаймыз дыбысын. Фәмәстәтау та. Көрдіңіз? Та жіңішке оқылады, та жуан. Тәтау та деген кезде екі харакат мөлшерде созамыз және. Мәт табиғи. Мәт табиғи бұл жерде де. Мудийян негізі, мудийян, дот жуан. Харакат қасыра болса да жуан оқылады. Мудийян. Шәддәл болып тұр, мудийян, ән. Бірақ вау әріпіне жолыққан кезде, яғни идғам жасалады. Тануин. Ваудың махражына кіріп кетеді әріптің ішіне. Мудияу вәлә ярджиун. Вәлә мәт табиғи. Екі харакат мөлшерде тұзамыз. Ярджиун. Ра жуан оқылады. Алды фатхалы. Ра жуан оқылады. Ярджиун. Тоқтасақ, вау мәт әріпі мәт арид болады. Тоқтамасақ мәт табиғи. Жақсы, бәрекелді. Арғай келесі аят оқиық. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ. وَمَنْ негіз сукун нун. وَمَنْ өз сияқты харакат нунға жолыққан кезде міндетті түрде біз бұларды идғам жасауымыз керек. Идғам не болады? Мисләй не болады? Яғни екі егіз әріптердің бір-біріне жолығуы болады. Сондықтан міндетті түрде қосып оқимыз. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ. Және де бұлардың нунның шәддәл болған кезде ғоннасы өте күшті болады. Сондықтан وَمَنْ نُعَمِّرْهُ деп ғоннасын шығарамыз. Нуаммирху. Мир деп жуан қылмаймыз, мир деп жіңішке қыламыз. Нуаммирху. Өйткені ра сукунды болып, алды касрал болатын болса, ра жіңішке оқылады. Бірақ мимнің бойында шәддәл болғандықтан мимнің бойында ғунна болады. Нуаммирху. Нунаккисху. Нунак шәддәлі. Нунаккисху. Син не болады? Рахава сипат бар бойында. Дыбысын ұзағырақ ұстаймыз. Нунаккисху фил халқа. Фил халқа. Қаран, тоқтасақ бұл жерде. Фил халқа. Ха жуан оқылады. Қафта жуан оқылады. Енді фил халқа. Тоқтасақ қа деп не болады? Қалқала шығады. Фил халқа. Ал егер тоқтамасақ фил халқи деп кетсек ара жағастырып. Өйткені сот деген, сыйл деген ол жалғастырып оқып кетуге де болады, тоқтауға да болады. Бірақ жалғастырып оқып кеткен абзалырақ деген мағынада. Халқи деп жалғастырсақ, фил халқи деп, онда қоф жіңішке болып кетеді. Жуан, бірақ жуанның жіңішке түрі. Өйткені қоф және де қалқалас кетіп қалады дегенім ғой. Қалқалас кетіп қалады, бірақ қоф жуан болып қала береді, бірақ қоф ғойн сияқты үш әріп бар. Бұлар жуан әріп болғанмен де касрал келген кезде жіңішкерірек болып дұрысталады. Жіңішке болады деп айтпаймын. Жуан болып қала береді, жуанның деңгейдегі ең төмені болып есептеледі. Фил халқи деп кішкене жіңішкерірек болып дұрысталады. Афәлә яқилун. Афәлә. Жағаны афәлә емес. Афәлә деген қате. Афәлә деп айту керек. Афәлә. Ла деген мәт табиғи екі харакат мөлшерде созамыз. Яқилун. Бәйния сипат бар. Орташа деңгейде дыбысын ұстаймыз. Қилун. Яқилун. Тоқтасақ
вау мәд әрпі мәд арид болады, тоқтамасақ мәд табиғи. Кешіріңіздер. وما علمناه وما мәд табиғи علمناه علم деген кезде нун мим әрпі сукунды мим. Бұл ашық анық оқылады. Сосын дыбысын орташа деңгейде ұстаймыз. Бәйния сипат бар бойында. Алламнаху. Наху дегенде на мәд табиғи екі харакат мөлшер тұзамыз. Алламнаху ши'ра. Алламнаху деп кіріп келеді. Ләм оқылмай қалды, білесіздер. Өйткені шәмси әріп келіп тұр. Ләмнен кейін. Сондықтан ләм шиннің ішіне кіріп кетеді. Алламнаху ши'ра. Ал енді хамза васыл мүлдем оқылмайтын, білесіздер, сөз ортасында. Алламнаху ши'ра. Шин рахава сипат бар бойында, сондықтан ұзағырақ ұстаймыз дыбысын. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شعر شع сукунды болған кезде айн орташа деңгейде дыбысын ұстаймыз. Бәйния сипат бар бойында. Ши'ра ра жуан оқылады. Ра. وما мәд табиғи. ينبغي له. ينبغي көріңіздер, нун сукунды нунға негіз мына янбағи, негіз янбағи. Бірақ сукун нун бә әрпіне жолыққан кезде, бә әрпі келетін болса сукун нуннан кейін, онда сукун нунды мимге айналдырып, мимнің белгісін сол үшін қойып қойғанда, мим әрпіне айналдырып ғуннамен оқимыз. көріңіздер, янбағи ләх, янбағи бәғи, ғи, ғойн. Бұл да жуан әріп, бірақ кәсіралы болып келген кезде жіңішкерірек болып дыбысталады. Янбағи, ғи емес, ғи. Вәмә янбағи ләх. Ләх деп тоқтасақ, онда хә сукунмен тоқтаймыз. Тоқтамасақ, джим деген жалпы тоқтауға болады да, тоқтамауға да болады. Жайыз деген рұқсат екеуі де. Ма янбағи ләху деп кетуге де болады. Ләху деп кетсек, тоқтамай, арға жалғастырып. Онда бұл жерде мәтсилә суғра болады. Ләху, онда, кішкентай вау тұр ғой, сол оқылады. Ләху деп, хә жұрнағынан кейін мәт әріп пайда болады. Бұл мәтсилә суғра неге? Өйткені, кешіріңіздер, суғра емес. Өйткені келесі сөзде хамза келіп тұр ғой, сондықтан бұл мәтсилә күбра болады бұл жерде. Тоқтатпай оқыған жағдайда. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا деп. Жағастырып кетеміз егер тоқтамасақ. Бұл жерде тоқтамасақ мәтсилә күбра болады. 2, 4, 6 харакат мөлшер тұзамыз. Мулхақ, мулхақ болып есептеледі. Яғни мәт мунфасилді мулхақы. Яғни сол мәт мунфасил қандай үкімде, қандай ережеде болса, дәл мәт силә күбрада дәл сондай ережеде есептеледі. Тек хә жұрнағына қатысты мәт. Ин хуа. Ин дегенде сукун нун ашық анық оқылады. Неге? Өйткені өзінен кейін хә әрпі келіп тұр. Изхар әріптерінің алтауының біреуі. Ол кезде нун ашық анық оқылады. Ин хуа. Ин. Бірақ нунның бойында айтқанымыздай ғунна бар. Ғуннасы мүлдем жоқ деп айтамаймыз. Кейін бұрында біз тәжвид оқыған кезде болса солай түсінуші едік қой. Тек қана нунның ғуннасы қашан болады? Егер шәддәл болатын болса, идғам жасалса ғана ғунна бар деп түсінетіміз да? Жоқ, олай емес. Нунның, мимнің әрқашанда ғуннасы бар. Тіпті харакатты болған кезде де, сукун болған кезде де ғуннасы бар, бірақ деңгейі әртүрлі. Сондықтан осы жерде нақис қысқа деңгейде ғунна болады. Ин хуа, ин хуа. Көрдіңіз? Ин деп те ұстап тұрамайсыз ғуннасы. Сәл ғана ұстайсыз. Дыбыс бересіз. Ин хуа. Хуа илля мәт табиғи. Зикру ва Қур'анум мубин. Зикрун негізі. Зикрун. Зәлға келейікші. Зәлді мысалы зикрун. Зикрун деп ысқырып айтады. Жоқ, ысқырмайтын әріп бұл. Ысқыратын әріп софир әріптер ол үшеу ғана. Сот, син, зәй. Осы әріптер ғана ысқырат, ал қалған мысалы зәл, сә,
зо сияқты әріптер мүлдем сықырмайды. Зо деп шығармау керек. Немесе сә емес, сә деген қате. Сә болады. Сықырмай шығару керек. Сондықтан зикру деп айтамыз. Зикру емес. Зикру ва Qur'анум мубин. Зикрун вау әрпіне жоққандықтан идғам жасалады. Кіргізіліп оқылады ғуннамен. Зикру ва Qur'анум мубин. Ва Qur ра жуан оқылады, қафта жуан. Qur'анун. Qur'a. Бұл жерде мәт бәдәл болады. Qur'анун. Бұл жерде тануин тоже дәл сол зикрун сияқтылды. Бірақ тануин олда да идғам әріптердің бірі болған мим әрпінің ішіне кіргізіліп оқылады. Qur'анум мубин. Мим шәддәләніп, ғуннасы ең күшті деңгейде болып дыбысталады. Qur'анум мубин. Мубин деген кезде тоқтасақ, бұл жердегі яй мәд әріпі мәд арид болады. 2, 4, 6 харакат мөлшерде тұзамыз. Ал егер тоқтамасақ, онда мәд тобиғи болып кетеді. Ары қарай келесі соңғы аятымыз лиюнзира. Лиюн дегенде негізі сукун нун ғой бұл жерде негізі. Құранда әдей жазбайды. Бұл жерде ихфа екенін көрсету үшін. Лиюн. Енді кейбір бауырларымыз сауатады. Құранда аяттың басында шәддә тұрады дейді. Шәддә тұрады. Оны қалай оқимыз деп сауататын бауырларымыз болады. Бұл жерде қараңыз, алдындағы аяттың мубин деген бар ғой. Сол алдындағы аятты бірге жағастырып оқыған жағдайда бұл жерде ләм шәддәлі оқылатындығын білдіріп қойған. Алдындағы аятпен жағастыратын болсақ, мысалы мубинун ғой негіз. Тануин сукун нун. Сукун нун ләммен жоқса тоқтатпай жағастырып оқыған жағдайда. Ләммен жоқса идғам болады ғой. Идғам ғуннасы идғам. Көрдіңіз бе? Сондықтан мубинул лиюнзира болады негіз. Мубинул лиюнзира. Сондықтан ләм шәддәләніп, нун, мәждегі сукун нун, ләмнің ішіне кіріп, ләм шәддәләніп оқылатындығын білдіру үшін жазып қойған шәддә. Ал егер де біз бұл аятты жеке өзара жеке дара оқитын болсақ, онда шәддәнің қажеті жоқ, шәддәға мән бермейміз. Лиюнзира деп оқып кетеміз. Лиюн негіз сукунды нун. Бірақ сукун нуннан кейін зәл әріп келіп тұр, ол ихфа әріптердің бірі. Сондықтан сукун нунды зәл әріпінің махражына жасырып оқимыз. Лиюнзира. Ра жуан оқылады фатхалы болып тұрған кезде. Мән кәні. Мән деген кезде сукунды. Бірақ сукун нуннан кейін кәф әріп келіп тұр. Ихфа әріптерін біреу келіп тұр. Сондықтан кәфтің шығатын махражына қарай жасырып дыбыстаймыз. Мән кәні. Кәф пен қофтың әрпінің тұсына жаңағы сукунның келетін болса, ихфа болады ғой. Бірақ кәф пен қофтың тұсында ауыз бөлігі мүлдем жабылады. Өйткені олар тілдің махражында ең арғы шетте болғандықтан тіл толықтай жабылып қалады. Ауыз бөліктен мүлдем дыбыс шықпайды. Мұрыннан, ғуннадан ғана, яғни кеңсіріктен ғана дыбыс шығады. Сондықтан мән кәні, көрдіңіз бе? Мән кәні. Ал бірақ зәлмен келген кездегі ихфаға қараңызшы. Лиюнзира. Ауыздан дыбыс шығады. Бірақ ал кәфпен келген кезде ауыздан дыбыс шықпай қалады. Мән кәні. Тек қана кеңсіріктен дыбыс жалғасады. Мән кәні. Кәні деген кезде мәт тобиғи. Хайян. Хайян негізі. Шәддәләніп хайян деп оқимыз, бірақ вау әріпі келіп тұрғандықтан біз идғам жасаймыз. Идғам әріптерін біреу ғой вау әріп. Сондықтан хайяу ва яхиққал. Түсінікті ме? Хайяу деп шәддәләп ғуннамен оқимыз. Ва яхиққал. Яхиққал деп хамза басылы оқымай қалады. Ләммен бірге байланыстырамыз бірден. Ва яхиққал қаулу. Ләмнің сукунды болған кезде бәйния сипат бар бойында. Дыбысын орташа деңгейде ұстаймыз. Ва яхиққал қаулу. Вау сукунды болған кезде
жалпы енді қашанда болмасын ваудың неге жатады, рахауа сипатына жатады. Сонымен қатар бәйния сипаты бар, жіңішке жұмсақ қылып дыбыстаймыз. Қаулу аләл, аля ғой негізі, аля, иә, мәт табиғи болады. Бірақ мысалы мына жерде сукунды, сосын ләм сукунды болып келіп тұр ғой, екі сукун бірге жоқ қалғандықтан әлиф оқылмай қалады. Аләл деп бірден кіріп кетеміз. Аләл, ләм рахауа сипаты бар бойында, дыбысын сәл ұстаймыз. Аләл кәфирин, кә мәт табиғи, екі харакат мөлшер тұзамыз. Кәфирин. Тоқтасақ, я әріпі мәт арид болады, 2-4-6 харакат мөлшер тұзамыз. Тоқтамасақ, мәт табиғи болып арғай жалғасып кете береді. Осымен біздің бүгінгі аяттарды тәжвид ережелері бойынша талдауымыз аяқталды. Субханакаллаху бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натуб. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلا